Іштің беткей пальпациясы. Іштің беткей пальпациясын жүргізбес бұрын біз ішті топографиялық аймаққа бөліп алуымыз керек. Ең бірінші бұл бізде екі жақ қабырға доғасын қосатын сызық жүргіземіз. Бұл сызық бізде линия бикасталис деп аталады. Келесі сызық бұл мықын сүйектің алдыңғы және де жоғарғы қырларын қосатын тағы да сызық жүргіземіз. Бұл бізде линия билиака деп аталады. Осы сызықтар бізде жалпы ішті үш бөлікке бөледі. Бірінші аймағы эпигастрий, мезогастрий, гипогастрий аймақтары. Науқастың басын көтереміз. Іштің тік бұлшық еті болады. Іштің тік бұлшық етінің шеті осы әр аймақты бізде өздігінен жеке-жеке 9 аймаққа бөледі. Бірінші эпигастрий аймақтарындағы аймақтар. Мынау бізде бірінші анықтайтын аймағымыз ол оң жақ қабырға доғасының асты аймағы регио ипохондрика декстра деп аталады. Келесі меншікті эпигастрий аймағы регио эпигастрика пропория, сол жақ қабырға доғасы аймағы регио ипохондрия синистра аймағы деп аталады. Ал мезогастрий аймағы жалпы мезогастрий аймағында да негізінен ол да үш аймаққа бөлінеді. Біріншісі іштің оң жақ бүйір аймағы регио абдоминалис латералис декстра аймағы. Келесі кіндік аймағы регио умбиликалис. Және де іштің сол жақ бүйір аймағы регио абдоминалис латералис синистра аймағы. Сонымен қатар үшінші бөлігі бұл гипогастрий. Гипогастрий аймағы да үш бөлікке бөлінеді. Оң жақ мықын аймағы регио илиака декстра, қасаға үсті аймағы регио супра пубикум аймағы, және де сол жақ мықын аймағы регио илиака синистра аймағы. Іштің беткей пальпациясы, егерде науқаста бізде іші ауырмайтын болса, онда біз сол жақ мықын аймағынан бастаймыз. Бірінші жаңағы сол жақ мықын аймағы және де оң жақ мықын аймағына қарама-қарсы пальпация жасаймыз. Сол жақ мықын аймағы, оған қарама-қарсы оң жақ мықын аймағы. Келесі сол жақ бүйір аймағы, оған қарама-қарсы оң жақ бүйір аймағына пальпация. Және де келесі ол бізде сол жақ қабырға доғасы асты аймағы, оған қарама-қарсы оң жақ қабырға асты аймағы. Жалпы меншікті эпигастрий аймағына пальпация. Және де кіндік аймағына пальпация, төрт жағынан салыстырып пальпация жасаймыз. Және де қасаға үсті аймағына пальпация. Жалпы беткей пальпациясында сонымен қатар біз анықтаймыз, жарық тесіктерін анықтаймыз. Жарық тесіктер іштің ақ жолағында кіндіктің жағына іштің тік бұлшық еттерінің буттықтарының арасында болуы мүмкін. Ол үшін алдымен науқастың ішіне біз қолымызды ақ жолағына қарай басамыз. Науқастың басын көтеріп түсіруін сұраймыз. Егер де қолымыз ішке қарай енетін болса, онда жарық тесігі бар. Қазіргі жағдайда қолымыз ішке қарай еніп тұрған жоқ. Яғни науқаста жарық тесігі жоқ деген сөз. Және де сонымен қатар бізде жарық тесіктерін кіндікте анықтаймыз. Және де сонымен қатар науқастағы тік бұлшық еттің буттықтарының арасындағы аймақтарында жарық тесіктерін анықтаймыз. Бұл жағдайда да жарық тесіктері анықталмайды. Жалпы қорыта келгенде бізде науқастың іші жұмсақ, ауырсыну сезімдері жоқ, тері асты липомалар жарық тесіктері анықталмайды.